КПЛ-дың трансляциялары туралы айтқан кезде неге бірінші операторларды бәрі андай даттап қаралап атады? Соған ішім күйіп кетті. Шыдай алмадым, короче. Сонымен осы видеоны жазып отқан жайым бар. КПЛ-де QFL кезінде өзім оператор болып жұмыс істегем. Бүгін операторның жұмысы сендердің жатып алып, үйде андай диванный критикаларыңа жауап бергім келіп тұр. Көбісі айтып жатыр да, андай комментарийді қарап отырсаң ше, кеше ана кімге берген ағамның интервьюін көріп, астында комментарийларды оқып масқара болып жатырмын. Nokia'мен түсіресіңдер ма? Мынада мен жақсы түсірем ғой деп. Көбісі сөйтіп жазып жатыр екен да. Баяғы атам заманның качествосы бір бәлесі, сыр бәлесі деп. Сен элементарный, сен дегенше ол КПЛ, жалпы КПЛ емес, жалпы спорт қалай түсірілетінін сен вообще хабарың жоқ адамсың ғой сен. Жатып алып, мен бір айфонмен керемет түсіріп тастаймын деп. Базар жоқ, түсіретін шығарсың, бір өзің бір штук камераға жаңағыдай әдемі қылып түсіргеніңе мәз шығарсың ше. Но сен оны ойламайсың да, мысалға менің осы түсіргенімді трансляциядан тікелей эфирден көрінсе қалай болады деп ойламайсың. Бір трансляцияда қаншама адам жұмыс істейтін, мысалға сендер білмейсіңдер да. Базар жоқ, сен өзің салаңда күшті шығарсың, жаңағы мобилографияда күшті шығарсың ше, жаңағыдай. Сондайлар үшін қазір мен примерно түсіндіруге тырысамын, қалай трансляциялар жүретінін ше. Біріншіден, ол жақта сен ойлағандай бір оператор бір штук камерамен бүйтіп, сен құсап бүйтіп түсіре алмайды оны. Базар жоқ, кім саған жаман картинка бергісі келеді? Любой оператор, мысалға, стадионда неше, мысалы, 6 камера деп алайық, 6 камераның, мысалы, 1 мен 2, бірдегі тұрған общий көріп отқан картинаң 2 крупняктарды алып отырады. Қалған, мысалы, офсайдный камера, заворотный камераларың, олар барынша әдемі кадрлар беруге тырысады. Бірақ ойлашы, сен әдемі кадр ұстап тұрсың, анау әдемі кадр ұстап тұр, ортада ойын болып жатыр, сол жерде отыратын, мен жұмыс істеген кезде бір режиссер мен бір повторщик қана отырады. Ал режиссер сол камералардың бәріне назар аударуға тырысу керек та, еще игровой момент ұстау керек, ол деген желтый беріп жатқан момент болады, мысалға штрафной болып жатқан момент болады, ал сен тұрсаң әдемі кадр алып, неғып жаңағыдай күшті көрінсін осы жер деген сияқты. Оператордың міндеті ол жердегі, сен игровой эпизодтарды алу керексің, важный моменттерді алу керексің, еще сен әдемі кадр бере алу керексің. Ал сен бір өзің бір камерада тұрып, сен соны істеп көр. Негізі ол жердегі сендер ойлайсыңдар ғой, жаңағыдай Nokia'мен түсіріп жатыр ма, не качество мынау деп. Оған оператордың қандай қатысы бар? Сен не только операторсың, сен какой-то камера SDI-ны қалай жалғау керек екенін білмейтін шығарсың, может, да? Не то, что қалай түсіріп жатыр, сен ол қалай оборудованияның бәрін қалай ұйымдастырылып жатқанын да сен мұрныңа иісі де бармайтын шығар оның. Километрлеп ана SDI-ға тартып көрдің бе, мысалға? Давай енді качество туралы бастадық қой, качествоны айтып кетейін. Не үшін ондай качество болатын? Мысалға сен определенный бір стадионға бардың, мысалы, Атыраудың стадионы деп алайық. Ол стадионда интернет күшті болмаса, саған қалай әдемі качество бересің? Айтшы, өзің ойланшы. Сен какой-то ютубтан болмаса жаңағыдай бір интернеттен бір кино көрсең, качество таңдайсың мысалға. Оның бәрі неге байланысты? Оның бәрі саған келіп тұрған интернетке байланысты, және таратушыдан кетіп жатқан интернетке де байланысты. Әр стадионда ол күшті интернет бола бермейді. Сондықтан ол искажение болады качествода. Бәрі прям идеальный болып тұрған стадион, айта алмаймын оны. Мен өзім басымда мен көрген емеспін ондай. Мақұл, интернетте тұрған ештеңе жоқ қой, по-любому әдемі қылып түсіруге болады ғой деп ойлайтын шығарсыңдар, иә. Но мен жұмыс істеген уақытта бізге до того предматчевый жаңағыдай кішігірім жиын болады судьялармен тұрған кезде. Кейбір судьялардың өзі нагло айтатын тұғын. Әдемі кадрыңды бір жеріңе тік қой, сен бізге жұмыс істейсің деп. Оның өзі кәдімгідей +1 нагрузка ғой. Сен ана жерде камераңда тұрсың, сен режиссердің айтқанын тыңдап тұру керексің. Сенің камераң кетіп жатыр ма, кетіп жатқан жоқ па? Плюс еще жаңағы радиопередатчикпен сен тыңдап тұрасың. Кейде андай біз өзімізге ыңғайлы болу үшін телефонмен кіріп алатын тұғымыз. Телефонға өзіміз наушнигіміз. Ол бізге ыңғайлы болатын.
радио приемник кейде істемей қалады, тартпай қалады. Сен камераң эфирде ма, эфирде емес па, оны білмейсің. Еще сенде қара, нагрузкаларды айтып кетейін. Бір оператордың нагрузкасы. Сен судьяларға жағу керексің. Сен көріп отқан жаңағыдай трансляцияны көріп отқан көрермендерге жағу керексің. Еще режиссер тыңдау керексің, лучший моменттерді алу керексің. Еще сен фокусыңның өзі ручныйда тұрады. Диафрагмаң ручныйда тұрады. Еще сен завороткада тұратын болсаң, саған микрофонный не бар. Микрофонның каналы кетеді саған. Сен соның бәрін қадағалап тұрасың. Жаңағыдай судьяларға тоқталып кеттім ғой жаңа. Бірінші таймнан кейін кейбір моменттерде болатын. Бірінші таймнан кейін келеді да, судьялар бізге айқайлайды. Неге бүйтіп түсіресіңдер, неге сөйтіп түсіресіңдер деп. Мен бір-екі рет ерегіскен моментім болған. Айтам да, мен офсайдный камерада тұрған уақытында болған ол. Мен офсайдты алып үлгеріп жатсам, эпизодтарды алып үлгеріп жатсам, неге мен әдемі кадр бере алмаймын деп. Маған өзіме боқтап тастаған сол кезде. Вот көрдіңдер ма, бір операторға жүктелетін жұмыс. Ал сол жерге жауапты, мысалы, режиссер бар, инженер бар. Вот соның бәрі әдемі картинка болу үшін ғана да, сендердің ойларыңмен. Сосын жаңағыдай ақшасын айтып отыр екен да, 25 мың теңге алады бір оператор, дымда түсірмейді, үйтпейді, мынау не, қалай түсірген деген сияқты. 25 мың теңге деген по современным меркам ол копейка ол. Сен ойлайсыңдар ғой деймін, барады оператор, түсіреді, матч 90 минут түсіреді де қайтады деп. Олай емес. Центральный стадионда мысалға матч болса, сен деген таңертең барасың. Бүкіл жаңағыдай SD-екілеріңді лақтырып, камераларын бәрін орналастырып, бәріне настройка келтірем деп жүрген кезінде уже сағат обедтен қайтады уже. Сағат 3-4-терге дейін жүресің, сандалып. Ананы бір тексересің, мынаны бір тексересің. Кешке погоданы қарайсың, еще жаңағыдай. Кешке жаңбыр болып кетуі мүмкін. Әрқайсысы оборудование мысалға матч болып жатыр, жаңбыр жауып жатыр, еще арасында жаңағыдай SD-екілер жетпейді ғой километр. Арасында жалғанған нелер болады. Оның бәріне су тиіп, отклонение берсе, ол кезде вот жопаның көкесі болады. Сондай моменттердің бәрін ешкім ескермейді да, бәрі поверхностына қарайсыңдар. Кешке мысалға матч болды, сен матчта жаңағы стресстермен өттің матчтан. Одан сендер қайтасыңдар, матч көріп аласыңдар да қайтасыңдар. Болмаса ютубтан көріп аласыңдар да өше саласыңдар. Ал біздер мысалы оператор болып жұмыс істеген кезде камераны обратно жинауың бар мысалы. Сағат матч 7-де басталып 8:30-да біте ма, біз үйге 12-лерде бірақ қайтатынбыз. Ананың бәрін жинап, тапсырып, стадионның светі біз кеткен кезде өшетін. Көрдіңдер ме, 25 мың теңге алады, бір бәле, еще қатырып түсірмейді дейсіңдер. Еще оның үстіне ше, мен түсінем, операторларға айтылып жатқан наразылықтарды мен кейбіреулерін түсінем ше. Не үшін? Өйткені әр қалада отқан матчтарды сол қаланың телеоператорлары түсіреді. Новостной операторлар деген сияқты көп жағдайда сөйтеді. Определенный спорт оператор, спорт жаңағыдай спорттық мекемеден келіп оны ешкім түсірмейді. Ол сол жерде жүрген жергілікті телеарнаның операторлары түсіреді көп жағдайда. Сен ойла мысалға, ана прикол сияқты ғой. Акиматтың мобилографы түсірсе қалай болады деген сияқты приколдағыдай ғой. Ол телеоператор болғанмен ол камераны білетін шығар, мақұл, иә. Камера настройкасын білетін шығар, камераны шашып құрастыратын шығар, базар жоқ. Но ол футболды жақсы көрмесе, жалпы спортты түсінбесе, одан қалай күшті нәрсе күтуге болады мысалы. Ол деген өйткені үйреніп қалған, новости түсіріп үйреніп қалған ол. Новостиінде өзінің саласында маман шығар ол ше. Новостиді күшті түсіретін шығар, интервьюларды күшті алатын шығар жаңағыдай. Әкімдердің аралауларын, бір-бірлерін күшті қылып түсіретін шығар олар. Но футболға келген кезде мен кейбір комментарийлермен келісемді. Футболға келген кезде не үшін нашар кадрлар болып қалады? Өйткені ол адам футболды түсінбейтін болуы мүмкін. Вообще футбол көрмеуі мүмкін мысалға ше. Спортқа қатысы жоқ адам болуы мүмкін. Вот сондай адамдар түсірген уақытта мысалға шынымен қарның ашатын моменттер болады. А бізде деген мысалға сен ондай мекемені құру үшін ол деген мен даже білмеймін қандай ақша. Мысалы, сен ойлайсыңдар ше, АПЛ-ды қараш күшті түсіреді,
Бундеслиганың картинкасы мысалы өте әдемі мысалы. Не үшін олардікі сондай болады? Өйткені оларда определенный сондай не бар мысалға. Қалай айтсам, Sky Sports сияқты ше мысалға. Ол бірыңғай сол саламен жұмыс істейтін адамдар. Мысалы, Sky Sports футбол отделы болса мысалға, бірыңғай сол операторлары бәрі уақытты үйретеді, мысалға, матчтарды қалай түсіру керек екенін бәрін олар уже неғып отырады. Сол саламен, короче, бастарын қатырады олар. А бізде не мысалға, ойлайсың, бір матчқа қанша 1 миллион 200 мың теңге кетеді дей ма? По-моему, аз сияқты. Қаншама операторың бар, қаншама нең бар, барып келуің бар мысалға ше. Мен Алматының командасында жұмыс істеген кезде мысалға, мен Қызылордада басында түсіріп жүрдім, одан кейін Алматыға кеттім. Алматының командасымен жүрген кезде біздің перелет, гостиница басқа қалаға баратын кезінде ол жақтан адамдар таппаса біздер баратынбыз да. Соның бәрін олар көтеретін тұғын мысалға. Кейде трипқа кетесің, жаңағы Атырау, Ақтау, жаңағыдай бір апталық уақыт болып кетеді. Соны сен ойлайсың, жататын орның бәрі сол мекеме төлейтін да. Қысқасы сондай достар. Сендерге, былай мен тоқ етерін айтқым келіп отқаны, сендерге футбольный картинканы беру үшін арнайы оқытылған адамдар болу керек та ол үшін. Ал жергілікті телеарналардың операторларының түсіріп бергеннің өзі қазірдің өзінде әдемі болып тұр да. Бірақ сендер оны түсінбейсіңдер де, сендер жаңағы бір телефонмен алып, бүйтіп түсірсем әдемі болады деп ойлайсыңдар. Базар жоқ, сен бір өзіңсің, ал ол жерде командный жұмыс. Сен қанша қаласаң да, оны жаңағыдай ғой, судья шешіп кетуі мүмкін, режиссерің шешіп кетуі мүмкін деген сияқты. Так что поверхностно ойламайық, тфай-тфай қылып қоя аламыз, әдемі түсіріп жатыр осы кездер. Жақсы түсірілімдер болып жатыр. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек та. Сен қалаған моментте көре алмай жатқаныңа оператордың қатты кінәсі жоқ. Картинканың бұлдырап атқанына оператордың кінәсі жоқ. Айтып отырмын ғой. Интернет бәріне жауапты. Сосын оператордың полный еркінде емес қалай түсіретіні. Бәрі допқа ойнап атады мысалға. Бір эпизод, мысалы, режиссерға да оңай емес қой. Бәрі бір эпизодта алып атады, мысалы, режиссер не картинка береді саған? Өйткені түсіріп тұрған адам сондай нұсқаулық алған жаңағыдай. Снимаем по мячу деген сияқты. Доп қайда бәрі соны түсіруге тырысады. Доп қайда бәрі соны түсіруге тырысады. Енді түсінікті ғой, енді оператор спортивный оператор емес та. Жаңа айтып тұрмын, жергілікті телеарналардың операторлары. Оларға не айтты, соны істейді деген сияқты. Шамалы фантазия болсын, ананда анау түсіріп жатыр екен ғой, мен басқа моментті алайын деп, шамалы бүйтіп үйлестіруге болады да, но енді ондай болмай жатыр. Болмай жатқан шығар. Болмай жатыр деп айтпай ақ қояйыншы. Әркімнің еңбегі дұрыс сын айтылу керек, бірақ дұрыс сын айтылу керек та. Осымен оператордың жұмысы осылай. Болашақта мүмкін операторлық жұмысқа тағы да қосылып жатсам, сол жерлерден де көрсететін боламын. Сол үшін арнаға тіркеп қойыңыздар. Бұл жап-жаңа парақша. Футбол туралы айтамыз бұл каналда тек қана. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.